Абу Хурайра радиаллаху анхудан келеді, бір кісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп, о Алланың елшісі, қай садақа ең жақсы дейді, және сауабы көбірек дейді. Сонда тәнің сау боп, өзіңде аз болып, тапшы болып тұрған кезде, және баюды үміттеніп тұрған кезіңде берілген садақа абзал дейді. Жан алқымға келген кезде, ананы анаған бер, мынаны мынаған бер, ананы анаған жеткіз демей-ақ қойыңдар. Ол онсыз да сенікі емес, аналардікі болады дейді. Жан алқымға келген кезде, жатылған садақаға қарағанда сау болып тұрып, және де өзің мұқтаж болып тұрғанда. Бұл жерде де тағы мен өткендегі дәрістегіде айтып кеттім деп отыр, әркімнің деңгейіне байланысты. Әркімнің деңгейіне байланысты. Деңгейіңіз көтер алса істеңіз, көтер алмай тұрма, беріп алып, ертең Аллахан жайып қалмаңыз. Себебі ондай хадистерде бар пайғамбарымыздың. Бар. Сол үшін әркім өзінің деңгейіне қарайды. Омар, үйіңде не тастап келдің деп отыр. Қараңыз. Біреу садақасын әкеп тұрса, үйіңде қанша тастап келдің деп сұрамайсың ғой, ұят қой. Дұрыс па? Алып келгеніне рахмет, Алла разы болсын деп қабылдап аласың. Ол жерде ситуация басқаша, және сұрап жатқан адам да басқаша. Абу Бәкір сенше дейді. Омар үйде жартысын деп, жарты оңай емес. Жарты дәулетіңізді алып кеп тұрсыз. Оңай нәрсе емес. 2,5-ның өзін бере алмай жатырмыз, 2,5%. Абу Бәкірше, Алла және оның елшісін тастап келдім деп жатыр. Яғни әркімнің деңгейі бар өзінің, істей алатын, көтере алатын. Бүгін де озамадым ғой дейді. Бүгін де озамадым ғой мен Абу Бәкірден дейді. Негізі озам деп ойлап келген еді. Себебі оның жарты дүниесінің өзі Абу Бәкірдікінен көп еді. Бар дүниесінен. Бар дүниесін алып келіп жатыр. Абдурахман ибн Ауф. Жартысын өзіңе қалдыр дейді. Себебі ол айналдыра біледі. Тағы көбейте біледі. Басқа уақытта тағы керек болады. А мына жерде бар мүлкім берем деп тұрса, 3-тен 1-ін қалдырып 3-тен 2-сін берем дегенге көнбей жатыр пайғамбарымыз. Неге? Себебі жағдайға қарай да пайғамбарымыз пәтуа айтқан.